Сәлем достар, бүгін біз жаз мезгіліне арналған әрі тамақ, әрі сусын дайындайтын боламыз. Жаз мезгіліне арналған керемет таптырмас дүние. Ол үшін бізге аздап бидай қажет болады. Мен бұл жерде 350 грамм бидай алдым. Өте көп алсаңыздар, қатты қою болып иленіп кетуі мүмкін. Өте аз да емес, орташа алған дұрыс. 350 грамм өте әдемі 10 литрге. Жақсылап ішінен артығын тазалап аламын. Теріп көзге ұнамай тұрған нәрселерін. Сонан соң суды мол құйып, жақсылап жуып аламыз. Бетіне шаңы, артық нәрселері қалқып шығады. Жақсылап жуып болғаннан соң үлкен ыдысқа, 10 литр ыдысқа тазаланған бидайларымызды салып аламыз. Және достар, қайнап өте ұзақ қайнап кетіп, суы азайып кетті деп үстінен құюға мүлдем болмайды. Әу бастан-ақ қосылай суды көп құямыз. Және мен тұратын жерде газ жиі өшіп тұрады. Газ өшкен кезінде осындай көненің көзіндей қылып сақтап жүрген антиквариатым бар. Соны қолданамыз. Мінекей, қайнап шыққаннан соң өте ұзақ қайнамайды. Бидайдың жақсы жері жылдам піседі. Мінекей, және піскенін көру үшін өзі жарылып, аппақ болып екіге бөлініп жүзіп шығады. Пісіп болғаннан соң суытамыз. Өте мұздай болып кетпеу керек. Жылыдан ыстық болу керек. Және осылай сүзбе қоссаңыздар, айран қосуға болады, бірақ айраннан гөрі сүзбе қоссаңыздар, оның дәмі ерекше дәмді болады. Осылай сүзбені қолмен езіп, өзінің сорпасына үстінен су құймаңыздар. Мүлдем қайнатып жатқан кезінде де аздап тұз салсаңыздар болады. Негізі салмай қайнатыңыздар, себебі тұзы қайнай күшейіп кетуі мүмкін. Мінекей, барлық осы сүзбемді өзінің суымен езіп болып, електен өткізіп, осылай түйіршігін жазып, електен өткізіп аласыздар. Өзінің сорпасының көмегінде. Достар, егер сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Рецептпен достарыңызбен де бөлісіп, осы рецепттермен жасап көрсеңіздер, маған өз ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, жазған комментарийларыңыз мен үшін маңызды. Және де ол маған керемет күшті шабыт сыйлайды. Былайша айтқанда мотивация береді. Мінекей, барлығын електен өткізіп алдық. Електен өткізбесеңіздер де болады, бірақ дегенмен түйіршік болып қалуы мүмкін. Өте ыстық күйінде де қоспаңыздар, себебі сүзбешелеріміз ыстық күйінде пісіп қалады да, түйіршік болып сорпаның бетінде қалқып жүреді. Егер де сіздерді мен сияқты ашыған айрандарыңыз болып, тоңазытқышта сақтап жүргендеріңіз болса, оны да аздап қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей, сорпасынан, маңызынан, ішіндегі барлығын араластырып, айранды да осылай өзінің сорпасын құйып араластырып жіберіп қоссаңыздар. Ашыған айран болса тіптен керемет болады. Бұның екінші аты бидай көже, ашмал деп те айтады. Ашмал көже деп шамалы аштып барып ішсеңіздер, сәл қышқылтым дәм беріп, оның дәмі өзгеше, ерекше болады. Мінекей, барлығы дайын. Енді тек қана үстінен дәміне қарай тұз саламыз. Өте көп салып жібермеңіздер. Тұз өте күшті болып кетсе, қайта су ішкізе береді. Өзіне бап болу қажет. Және баклажкаға, 1 литр баклажкаға алдын ала тоңазытқышқа салып қойып, мұз күйінде осылай ішіне сақтап қойсаңыздар болады. Болды, осымен дайын.
Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.